Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай ерекше әрі тәтті тез жасалатын шоколадный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін таза мискамызға 2 жұмыртқаны жарып, үстінен қантымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық граммдарды описание бөліміне қалдыратын боламын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін комнатный температурадағы немесе ерітілген сары майымызды қосып араластырып аламыз. Үстінен ерітілген шоколадымызды қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де құрғақ ингредиенттерді барлығын біріктіріп дайындап алған болатынмын. Оның разрыхитель какаоны. Соны осы массамыздың үстіне қосатын боламыз. Біріншіден он жан-жаққа шашырамас үшін осылайынан қасықпен араластырып алсаңыздар болады. Содан кейін миксермен жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Және де пешімізді 160-180 градусқа қыздырып 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан да піскенін таяқшамен көріп отыру керек. Және де достар, қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментария жазып, подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көп рецепттермен бөлісетін боламын. Пирогымыз пісіп шығам дегенше үстіне глазур дайындайтын боламыз. Осылай шоколадқа кішкене сұйық май құйып жүрсеңіздер, жылтыр болып, жақсы болып еритін болады. Микроволновкаға ерітіп алдым мен. Мінекей пирогымыз дайын болды. Үстінен глазурымызды жағып, әсемдейтін боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Немесе глазур жасағаныз келмесе, сахарный пудраны сеуіп те қоюға болады. Тәтті болып шығады. Жасап көріңіздер. Күшті ерекше болады, және де аз ғана уақыт алады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.